Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды сын есімдерді анықтайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Берілген сөздерді оқиық. Әдепті, қызыл, өнерлі, таза, қышқыл, қымыз, қыздар, ауа, алма, бала. Бірінші бағандағы сөздер сын есім. Екінші бағандағы сөздер зат есім болады. Ендеше осы сөздерді сәйкестендіріп көріңдерші. Әдепті, қыздар, қызыл, алма, өнерлі, бала, таза, ауа, қышқыл, қымыз. Енді сын есімдерді негізгі және туынды сын есімдерге ажыратайық. Ол үшін сөздерді сөз құрамына талдайық. Әдепті. Түбірі әдеп, зат есім. Оған тіс жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Қызыл. Түбір сөз, негізгі сын есім болады. Өнерлі. Түбірі өнер, зат есім. Оған лі жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Келесі таза, түбір сөз, негізгі сын есім болады. Қышқыл, түбір сөз, негізгі сын есім болады. Келесі берілген өлеңді суреттердің көмегімен оқиық. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таңертең күн ашық, түреді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін, жаумайды жаңбыр. Шықтым мен үйімнен, жейдешен күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылдан ба, шаңдатып көшені, басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлттар қалайша тез жете алады. Балалар, енді өлең мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Күн қандай? Күн ашық. Аспан қандай? Аспан бұлтсыз. Аспанды қандай бұлт торлады? Аспанды қалың бұлт торлады. Балалар, осы сөйлемдердегі сын есімдерді табайықшы. Күн ашық сөйлеміндегі сын есім ашық. Ашық, түбір сөз, сол себептен негізгі сын есім болады. Аспан бұлтсыз, мұндағы сын есім бұлтсыз. Сөз құрамына талдайық. Түбірі бұлт, зат есім. Оған сыз жұрнағы жалғанып, бұлтсыз туынды сын есім жасалынып тұр. Келесі сөйлемдегі сын есім қалың, түбір сөз, негізгі сын есім болады. Балалар, келесі тапсырмада сөз тіркестері берілген. Осы сөз тіркестеріндегі сын есімдерді тауып, оларды негізгі және туынды сын есімдерге ажыратайық. Бірінші сөз тіркесі әсерлі әңгіме. Қандай әңгіме? Әсерлі әңгіме. Мұндағы сын есім әсерлі. Түбірі әсер, зат есім. Оған лі жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Келесі атақты кенші. Қандай кенші? Атақты, сын есім болады. Түбірі атақ, зат есім. Ты жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Келесі тұнық су. Қандай су? Тұнық, сын есім. Түбір сөз, сол себептен негізгі сын есім болады. Келесі ақылды бала. Қандай бала? Ақылды бала. Ақылды сын есім. Түбірі ақыл, зат есім. Ды жұрнағы жалғанып, ақылды туынды сын есім жасалынып тұр. Келесі сөз тіркесі жаңа дәптер. Қандай дәптер? Жаңа дәптер. Жаңа сын есім. Жаңа түбір сөз, сол себептен негізгі сын есім болады. Келесі сүтті сиыр.
Қандай сиыр? Сүтті сиыр. Сүтті сын есім, түбірі сүт, зат есім, ті жұрнаға жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Келесі, биік тау. Қандай тау? Биік тау. Биік сын есім болады. Түбір сөз, сол себептен негізгі сын есімге жатқызамыз. Келесі, шөпті жер. Қандай жер? Шөпті жер. Шөпті сын есім, түбірі шөп. Оған ті жұрнаға жалғанып, шөпті туынды сын есімі жасалынып тұр. Келесі, жүйрік ат. Қандай ат? Жүйрік ат. Жүйрік сын есім түбір сөз болады. Сол себептен негізгі сын есім болады. Соңғы сөз тіркесі әдемі қыз. Қандай қыз? Әдемі қыз. Әдемі сын есім болады. Түбір сөз, сол себептен негізгі сын есім болады. Бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс ажыратқандарыңа сенемін. Енді осы сөз тіркестерінен қалаған 5 сөз тіркесіне сөйлем құраңдаршы. Құрай алсаңдар, менің нұсқамен салыстырып көріңдер. Сөйлемдерді көшіріп жазып алыңдар. Әсерлі әңгіме көңілді жадыратады. Жүйрік ат ер қанаты. Атақты кенші өз өмірі жайлы баяндады. Жаңа дәптерге тапсырма орындадым. Біздің үйдің терезесінен биік тау көрінеді. Балалар, келесі тапсырмада өлең берілген. Ұйқасын тауып көріңдерші. Тауда жүрген тарғылаң, ол қайратты. Қабылан. Қабылан туралы не білесіңдер? Ол қандай жануар? Бұл сұрақтың жауабын келесі мәтіннен біле аламыз. Мәтінді бірге оқайық. Қабылан жануарлардың мысық тәрізділер тобына жатады. Ол сүтқоректілер қатарындағы әлемдегі ең жылдам жануар. Қабылан сағатына 112 км жылдамдықпен жүгіре алады. Қабыланның құлағы қысқа, аяғы ұзын, сарғыш түсті және терісінде қара дақтары болады. Ол биік шөптің арасына жасырынып, бөкен, киік, қоян сияқты жануарларды аулайды. Балалар, ақпарат сендерге қызықты болды деп ойлаймын. Мәтіннен сын есімдерді табыңдаршы. Қандай жануар? Жылдам жануар. Жылдам сын есім. Құлағы қандай? Қысқа. Аяғы қандай? Ұзын. Қандай түсті? Сарғыш түсті. Қандай дақтары? Қара дақтары. Қандай шөптің? Биік шөптің. Балалар, бұл сын есімдер қандай сын есімдерге жатады? Түбір сөзден болғандықтан негізгі сын есім болады. Келесі тапсырмада зат есімдерге жұрнақтар жалғап, туынды сын есімдер жасаңдаршы. Бала, балалы үй. Келесі, қамыс, қамысты жер. Баға, бағалы тас. Пайда, пайдалы жұмыс. Жаңбыр, жаңбырлы көктем. Ақыл, ақылды оқушы. Бәрекелді балалар, енді сендер туынды сын есімдерді жасай аласыңдар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер негізгі және туынды сын есімдерді анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.